мақсаты ол мектептегі оқу тәрбие жұмыстарының дамуына, олардың көкейтесті мәселелерін шешетін бірден-бір қоғамдық бірлестік деп ойлаймын. Оның міндеттері мектептің үздіксіз жұмыс жасауына, ықпал етіп дамуына, оның одан ары қарай жоғары көрінуіне ықпал ететін мүше. Бұл жерде мектепте әртүрлі өткізілетін іс-шаралар бар, жобалар бар, солардың бәріне қатысып отырамыз үнемі. Балалармен де, мұғалімдермен де тығыз байланыстамыз. Мысалы, мектепте қамқорлықсыз қалған жаңағы жетім балаларға көмек көрсету, материалдық көмек көрсету, оған да олардың дұрыс жұмсалуына көмектесіп ықпал етіп отырамыз. Сонымен қатар мынау біздің ұстаздарымыз бар, солардың шығармашылығын дамытып, олардың берері жаңағы біздің оқушыларымызға көп болу мақсатында ол жобаға да қатысып отырамыз. Бұл мектепте ұстаздардың мысалы шығармашылығын дамытумен қатар олардың ұстаздардың өздерінің ары қарай дамуына да ықпал етіп, оларға берілетін материалдық көмек ұстаздарға, олардың жаңағы кәсіподақ мүшесінің ұжымына бірлесіп жұмыс жасауына ықпал етеміз. Сондай әртүрлі шараларда қолдау, көмек көрсетіп отырамыз. Қолымыздан келгенше барын жасаймыз. Себебі бұл мектепте менің 3 немерем бірдей оқиды. Сол себепті балалардың өміріне, балалардың тәртібіне, балалардың оқуына мен бей-жай қарай алмаймын. Сондықтан барлық балаға бірдей білім беріліп, барлық бала осы мектептен сапалы білім алса деген ниетпен өзім қолдау көрсетіп, көмектесіп, кез келген іс-шараларда жүремін. Маңғыстау облысының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің номері 28-ші жалпы білім беретін мектеп мекемесінде 2500-ге жуық оқушы біліммен сусындалады. Қамқоршылық кеңес. Мағынасына үңіліп қарасақ, осынау қоғамдық қызметтің артында жүрегінде елге, ұлтқа деген сүйіспеншілік, жанашырлық бар. Яғни қамқорлау үшін көмек ету, қол созу, азаматтық парыз, адамдық борышты жалау ететін үлкен жүректі жандардың қадамы. Біздің білім ошағымызда да мұндай кеңес құрылған. Бар. Осы қамқоршылық кеңесінің мүшесі Сейітова Бибігүл Базарбайқызының есімін ерекше атап айтуға тұрарлық. Мектебімізде 3 бірдей немересі оқитын ата-ана ретінде көрсетіп келе жатқан қамқорлығын, игі істерін өзгелерге үлгі етіп айта аламыз. Өз ұрпағы үшін ғана күйіп-пісіп қана қоймай, жалпы қазақтың ұл-қызының болашағы жарқын, келешегі кемел болса деген аналық ізгі тілектегі жанның өзі де білім саласының маманы. Алтынай жекеменшік балабақшасын басқаратын Бибігүл Базарбайқызының біздің мектебімізге қамқоршылық кеңесіне келгелі бері берген қарлығаш көмегінде есеп жоқ. Жуырда ғана оқушыларымыздың денелерін шынықтыру сәтінде өздерін жайлы, көңілді сезінулері үшін спорт залымызға қуатты электр шамдарын молынан орнатып берді. Балаларға асханадан берілетін тағам сапасын үнемі басты назарында ұстап отыруға ат салысып, сондай-ақ мектеп оқушыларының білім сапасын көтеру үшін мұғалімдермен тығыз байланыс орнатуды да жолға қойып, алғысқа бөленіп жүрген тұлға. Мұғалім, оқушы, ата-ана. Үштік одағының арасында осындай ізгі байланыс тұрақты орнаса, ұрпақ тәрбиесіне деген жауапкершілік, үйдегі және мектептегі тәрбиенің келбеті осындай асыл қасиеттері мен жақсы әдеттерден бастау алса, ұлт алдындағы азаматтық борыштың ақталғаны дер едік. Ізгі қоғамның мүшелері ғана дамыған елдің тұрғындарына айнала алады. Көзіміз ашық, көкірегіміз ояу болғай.